Жәннатта ешкім намаз оқымайды. Жәннатта құлшылық қылмайды ешкім. Бірақ осы жерде мұсылмандар намаз оқуға ғашық, өйткені жәннаттың бір бөлігінде осы өмірге жасап қойған жерге барып намаз оқуды өте үлкен бір нығмет. Мына мінбер міне. Осы мінбермен, міне мінбер. Әрине қазір кішкене жаңартылып, былай реставрация дейміз ғой. Бірақ негізгі мінбердің орны осы дейді. Осы мінбермен анау Расулаллахның қабірі жатқан бөлмесі осы аралықты мынаның ар жағында. Рауда жаңа жәннат бақшаларының мекені деген сол жер. Енді раудаға кірген кезде де мынау осы қабырғаға жақындау жерде намаз оқысаңыз, прям қабырғаның түбінде сәждеде жатқан кезде ерекше иіс келіп тұрады. Ал ол иісті ештерден көрмейсіз. Соны мысалда ұстаздарымыз айтқан болатын. Алла нәсіп ең алғаш келіп сол жерге мен нәсіп етіп соны қабырғаның түбінде жатқан кезде іштен иіс келіп тұрады. Ол Расулаллахның иісі. Өйткені сахабалар айтады, пайғамбар көшеден өткен кезде пайғамбардың иісі қалып тұратын дейді. Расулаллах өткен екен ғой деп біліп тұратынбыз деп айтқанда. Міне сол иісті осы қабырға жақын оқысаңыз сезесіз деп ұстаздарымыз айтқан еді. Соны Аллаға шүкір көрдік, енді керемет иіс. Ал бісмилла міне жақындап қалдық. Енді көпшілігі мынау бірінші, екінші осы мынау тесікті көріп ойлайды, осы ма деп. Жоқ, бұл емес. Мынау негізінде жазылып тұр жоғарыда мына. Өзі ерекше болып тұрған доңғалақ үстінде міне Мұхаммед Расулаллах деп жазып қойған. Осы мынаның ішінде бисмилла. Ассаламу алейка я Расулаллах, ассаламу алейка я Хабибуллах, ассаламу алейка я Хатаман Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ассаламу алейка Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху, ассаламу алейка я Умар Хаттаб радиаллаху анху. Мына екіншіде Абу Бакр Сиддиқ, үшіншісінде міне ар жағында көрініп тұр. Осындай пайғамбар жанында екі досы жатыр радиаллаху анхумдар. Бұл Абу Бакр Сиддиқта пайғамбар айтқан, үмбеттің бүткіл тақуалық иманын таразының бір жағына қойсаңдар, Абу Бакр Сиддиқтың иманын тақуалығын таразының екінші жағына қойсаңыздар, Абу Бакр Сиддиқтікі сөзсіз басат дегенде салмақ ауыр болады деген. Бұл хадис. Міне сол Сиддиқ шыншыл болған Абу Бакрдың жанынан өттік. Жанында Омар шахид жатыр. Оның шахид болуының дәлел, пайғамбар Ухудқа шыққан кезде жанында Абу Бакр болған, жанында Омар және Осман болған. Ухуд тауы пайғамбардың шыққанынан, қуанғанынан тау теңселген дейді. Ухуд тауы. Сол кезде Расулаллах Ухудты сипап, Ухуд, сенің үстінде пайғамбар тұр, сен қозғалма деген. Оның жанында Сиддиқ Абу Бакр бар деген. Және оның жанында екі шахид бар деп айтқанда Расулаллах хадисінде. Ол екі шахидтің біреуі Омар еді, біреуі Осман еді. Міне сол Омар Радиаллаху Расулаллах жанында жатыр, ал Осман Радиаллаху Бақидің ішінде ол кісі. Демек шахидтер жайында Алла Тағала олар өлді деп айтпаңдар деген. Олар сендер көре алмайсыңдар, Алла Тағала оларды өз кеңшілігімен ризықтандырып жатыр олар дейді. Құранда осындай аят бар.